Ата-әжесінің ерке қызы Інжу ерекше мейіріммен бой жетті. Үлкен ұлдың қызы бірінші ырым алды көрген немересі болғандықтан ата-әжесі өзінің бауырына басты. Не қаласа соның бәрін орындайтын. Інжу десе ішкен асын жерге қоятын ата-әжесі еш бетін қақпады. Інжудің арманы көп еді. Қалаға барып оқуға түсіп, өз маманының иесі болғысы келді. Мектепті жақсы оқып, 9-шы сыныпты бітіріп, ата-әжесінің батасын алып, әсем қала Астанаға келді. Өзінің таңдаған мамандығына тапсырып, жолы болып оқуға да түсіп кетті. Мұнда өзінің әпкелері тұратын. Інжу тұрмыс құрмаған. Әпкесінің үйіне келіп жайғасты. Өзінің армандаған қаласына келіп, көңілі жайланып, студенттік қызық шақтарды бастан кешіріп жүре берді. Інжудің әпкесінің үйінде жүргеніне біраз уақыт болды. Оқуына барады, одан келіп әпкесіне көмектеседі. Өз үйінде емін-еркін жүр. Бірақ аяқ астына әпкесі тұрмысқа шығып, екінші әпкесінің үйіне тұруға тура келді. Әпкесі Інжудің барлық жағдайын жасап жүретін. Бұл жүрісін әпкесінің қайнапасы жақтыра қоймады. Қайнапасы көршіде тұратын. Күнде осы үйде болып жатқанынан хабардар болу үшін солардың үйіне көп келіштейтін. Әр нәрсеге мұрнын соғып жүретін қайнапкесі Інжуге астарлап тиісе беретін шығарды. Інжу аз қалды. Жақында оқуымды бітірем деген оймен ол кісінің сөзін елемеуге тырысты. Бірақ бір күні шыдай алмаған әпкесінің қайнапасы айқайға басты. Інжуге неше түрлі ауыр сөздерін айтты. Қашанғы осында тұра бересің? Жатақханаға шықпайсың ба? Тар үйге таяу болып сен де келіп алдың. Қыдырып келсек отыратын жерде болмайды ғой. Рахат жерді біліп алғансың. Менің інім момын ғой. Бұзық болса жоламас едің дейді. Кет басқа баратын жер тап, деп ауыр-ауыр сөздерін айтты. Мұны естіген Інжу қатты ренжіп қалды. Бетіне ешкім қарсы келмеген, мұндай сөзді естіп өспеген Інжуге ол кісінің сөзі өте ауыр тиді. Дереу киімдерін жинап алып, әкесінің алдыңғы тұрмыс құрған қарындасының үйіне келді. Әпкесі ата-енесімен тұратын. Енесі жақсы кісі. Барлық тәттісін Інжудің алдына тосып, өзінің немересіндей көретін. Бірақ Інжу бұл үйде өзін артық сезінетін. Жақында ғана тұрмыс құрды. Неге келді балым деген ой мазалайтын. Жүрсе де тұрса да өзін емін-еркін ұстай алмады. Өзінің қуыстанып жүретіні өзіне ауыр тиетін. Арқаны кеңге жайып, еркін сөйлеп, еркін өмір сүруді армандап жүрді. Өзімнің үйім болса да деген арманы болды. Солай жүріп бір күні әлеуметтік желі арқылы Бауыржанмен танысты. Өзі әскери адам екен, сөзі де түзу, суретте түрі де келіскен жігіт екен. Ол кезде Інжу 18 жаста еді. Екеуі таныса отырып ұзақ әңгімелесті. Қалжың мен шың аралас, қашан үйленесің деді жігітке. Жігіт те жауабын дайындап отыр екен. Сен дайын болсаң, мен дайынмын деді. Я, мен де дайынмын деп қызды қысқа қайырды. Не керек, әлеуметтік желі арқылы түнімен сөйлескен екеуі ертесін кездесетін болып шешті. Жалындап тұрған жастық шақ жолыққанша асығып тұр. Әйтеуір кездесетін жерге екеуі де уақытында келді. Бір қарағанда екеуі бір-бірінің сырт келбетін ұнатқандай болды. Сол кеште екеуі жақсы өткізді. Сөздері жарасқан соң жігіт кешегі әңгімесін қайта жалғастырды. Әскери азамат болғанға бір сөзі екен. Кешегі сөзің бар еді, тұрмысқа шығамын деген. Қарсы болмасаң бүгін алып кетсем деді. Інжуге де жігіттің сырт келбеті, өзін ұстау ұнап тұр. Неге шықпасқа? Оның үстіне біреудің үйінде тұрып өзі сөз естіп қуыстанып жүргенше өз үйімде жүремін. Мейлі жалдамалы пәтер болса да ешкім түрпектемей арқамды кеңге жайып, емін-еркін өмір сүремін деп өз келісімін берді. Солай Інжу арманның жетегінде еш ойланбастан енді ғана танысқан бөгде адамның етегінен ұстап кете барды. Ауылға келін болып, ақ босағаны аттап, келін атанды. Беташарды ойдағыдай өткізіп, бір жеті ата-ененің қасында болды. Бауыржан әскери адам, өзінің жұмысына шақырып қалды. Сондықтан 2 жас қайтадан Астанаға қайтты. Бастапқыда 3 айында Інжуден асқан бақытты адам болмады. Қалағанның бәрі болды. Жолдасы машина алды. Қуаныштары көбейіп, әлемдегі ең бақытты адам сезінді. Бірақ барлығы мәңгілік емес. 3 айдан кейін Бауыржан өз мінезін көрсете бастады. Жұмыстан шаршап келсе, болмаса басқа мәселе болса да, барлық мінезін Інжуге көрсететін. Болмайтын нәрседен ілік іздеп, ашуланып, шу шығарып кететін болды. Ашуы басылса сөйлесермін деген Інжуге де сөйлемейсің, сөйлеп қалса неге сөйлейсің деп ұрсып тастайтын шығарды.
Қыз күнінде ата-әжесінің ерке қызы тұрмыс құрып өмірдің ащы шындығымен бетпе-бет келді. Ащы таяқтың дәмін татқан інжу әйел 40 шырақ жанды ғой, мүмкін басылар деген оймен шыдап жүре берді. Солай жүргенде өзінің жүкті екенін білді. Көтерген естігенде Бауыржан қатты қуанды. Бастапқыда бір ай жақсы жүрді де қайта бұрынғы мінезіне басты. Ішінде тағы жүректің соғып тұрғанын білсе де ұруын жалғастыра берді. Мүмкін баланы босанған соң өзгеретін шығар деп үнжу тағы күтумен болды. Үміті әлі де үзілмеді. Кейде кейдеп қалсам бекен деп те ойлайтын, бірақ ауылдағы атасын ойлады. Қайтып барсам, ауылға сыйлы қарт атасын сөз тиме деген ойы да болды. Міне солай шыдап жүрген інжуге дәрігерге көрінуге барады. Маған ұнамай тұр, жүрек соғысын естімей жатырмын. Мүмкін аз апта болғандықтан болар, онда да ультрадыбыстық құралға түсіп кел деп жіберді дәрігер. Қаланың ең күшті білікті деген дәрігеріне барып, ультрадыбыстық құралдарға түсіп көреді. Айтқаны расталып, ішіндегі сәбидің жүрегі соқпай қалыпты. Мүмкін қатты соққыдан немесе қатты күйзелістен болуы мүмкін деді. Бұл жаңалық інжуді есеңгіретіп тастады. Өзін әрең сүйрелеп үйіне жетті. Болған жағдайды Бауыржанға айтты. Жолдасынан қолдау күтті. Бірақ Бауыржан келіншегін қолдаудың орнына өзіне бас салды. Ашуланып айқайлап: неге ертерек көрінбедің? Сенің кесіріңнен болды осы жағдай деді.